Сәлем YouTube көрермендері. Түймедақ гүлі романтикалық гүл ғана емес, сондай-ақ керемет емдік дәрі. Түймедақ қосылған шай ұйқыңызды реттейді, артық салмақтан арылтады, тырнақ пен шаштың саулығын жақсартады. Оған қоса бірнеше дертке дауа болатын қасиетке ие. Бастысы қалай, қашан және кімге керек екенін біліп алсаңыз болғаны. Ұйқысыздық ең қауіпті әрі мазасыз ауру. Оған дер кезінде емдік шараларын қарастырмаса, аурулардың санын көбейтіп, асқындырып алатыны сөзсіз. Ұйқысыздық аурудың ең тиімді әрі қолжетімді емі түймедақ шайы. Бұл шай адамның жүйкесін, миын тынықтырады, санасын сергітеді. Ем үшін күнде ұйқыға жатардан алдын бір шыны түймедақ шайын ішіңіз. Нәтижесіне таң атқанда таң қаласыз. Бұлшық ауырған кезде де түймедақ шайы көмектесе алады. Әсіресе ауыр еңбекпен айналысқанда, дене жаттығуларын жасағанда бұлшық күш түсіп ауыра бастайды. Осы кезде бір шыны түймедақ шайын ішуге кеңес береміз. Сол сәтте-ақ денеңіз балқып, ауырғаны басылады. Тұмау ауруына шалдыққан кезде дереу дәрі ішпеңіз, орнына түймедақ шайын демдеңіз. Шайдың құрамындағы бактерияға қарсы заттар суықты емдеп, тұмаудан айықтырады. Түймедақты шай ретінде мезгілсіз ішудің ешқандай зияны жоқтығын ескеріңіз. Диабетке шалдыққан кез келген науқас дәрігердің жіті бақылауында болады. Оның не ішіп, не жейтіні, қандай дәрі қабылдайтыны тек дәрігердің рұқсатымен болады. Десе де, бірде-бір дәрігер диабетке шалдыққан науқасқа түймедақ шайын ішуге тыйым салмайды. Өйткені бұл шайдың тап осы ауруға шипа болатын қасиеті бар. Түймедақ шайы қандағы қанты мөлшерін реттейтін қабілетке ие. Тері саулығына да түймедақ шайы жауап бере алады. Ал түймедақ тұнбасымен теріңізге тоник жасасаңыз, нәтижесі керемет болады. Түймедақ тұнбасы қабынуды емдейді, микробты өлтіреді, теріні антиоксидантпен қамтиды, сонымен қатар көздің айналасындағы қара дақты кетіреді. Шашты қуаттандырады. Шаш сұлулықтың тақырыбы. Алайда оның ағаруы, түсуі денсаулыққа тікелей қатысты. Егер сіз сұлулығыңызға тән беретін шашыңыздың қайраттылығын уайымдап жүрсеңіз, онда түймедақ шайының көмегіне жүгініңіз. Шашыңызды сусабынмен жуып тазалаған соң, түймедақ шайымен шаясыз, сонда қайызғақтан құтыласыз. Бас терісіндегі бөртпе, жараларды жояды. Шашқа әдемі өң беріп, дәруменмен қамтамасыз етеді. Демек, 1 литр түймедақ тұнбасымен шашыңыздың саулығын жақсартып алуға мүмкіндік бар екенін ұмытпаңыз. Егер де ақпарат сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға жазсаңыздар болады.